Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алланың сіздерге сәлем, рахым, мейірім болсын. Алла тағала сіз бен біздің ілімімізді арттырсын. Сол ілімімізге амал етуді нәсіп етсін, иншалла. Бүгін кезекті пайғамбарымыз Құранда аталған 25 пайғамбардың бірі Ғузайр алейхиссалам. Бізде қазақтарда бұны Ғузайр деп атайды, түсінікті да. Ғузайр деп айтсаң айып емес, дұрыс, бірақ сәл әдепсіздік болады, түсінікті да. Негізгісі Ғузайр алейхиссалам. Бізде қазақтарда ғыға тіл келмегеннен кейін не дейді? Айынға тіл келмегеннен кейін Ғузайр. Сол Құранда аталған 25 пайғамбардың бірі Ғузайр алейхиссалам. Сүлеймен алейхиссаламнан келген пайғамбар. Сүлеймен алейхиссалам дүниеден өткеннен кейін бұл израильдіктерге Алла тағала, сол израильдіктер Палестинада өмір сүрген. Сүлеймен алейхиссалам дүниеден өткеннен кейін де. Дегенмен олар Алла тағалаға деген сенімдері пайғамбар жіберіп отырса да не істеді? Қайтып кетіп отырды сенімнен. Аллаға серік қосып отырды деген секілді. Сөйтіп олар тіпті қолдарындағы Мұса алейхиссаламға түсірілген Тәуратты да ұмытып қалды олар. Тәурат ұмытылды. Сол аралықта Алла тағала бұл израильдіктерге тағы да иманнан алыстап бара жатқандықтарынан қайтару үшін Ғузайр алейхиссаламды жіберген еді, пайғамбар. Сөйтіп Ғузайр алейхиссаламға Алла тағала бір ауылға баруды бұйырады. Ғузайр алейхиссалам ол ауылға барады. Барып бараса, ол жерде ел жұрт жоқ. Бәрі қиранды үйлер, ел жұрт еш нәрсе қалмаған. Сөйтіп Ғузайр алейхиссалам бұнда адам тұрмайтын жерге, адам жоқ жерге жібергеніне Алланың бұл ісіне таңырқап қарап тұрған кезде бұл өлген нәрсеге қалай Алла тіршілік берер екен деп ойланып тұрған кезінде дейді Ғузайр алейхиссалам әлгі қауымға қарап. Ешқандай тіршілік жоқ. Соған қарап ойланып тұр. Алла тағала бұны қалай тірілтеді екен өлгеннен кейін деп ойланып тұрған кезде дейді. Сөйтіп күтіп тұрған кезде Алла тағала оны 100 жылға өлтірді дейді. Сөйтіп күтіп жүрген кезде. Ал Алла тағала оны өлтірген кезде ол ұйықтап жатқан халде дейді. Оны ұйықтап жатқан халінде жанын алған еді Алла тағала. Бұл жайлы Құранда айтады. Бақара сүресінің 259 аятының мағынасында аятта айтады. Ау кәлләзи мәрра аля қарияти ва хия хауиятун аля урушиха. Мағынасында әлде сондай төбелерді дейді, төбелер астына келіп қалған бір ауылдан өткенін көрмедің бе дейді. Кімді? Ғузайр алейхиссалам. Сөйтіп сол ауылдан өткендегі жайлы айтып отыр. Оған Алла тағала жіберді ғой. Және аяттың жалғасында айтады. Қала анна юхи хазихиллаху ба'да маутиха. Сол кезде Ғузайр алейхиссалам былай айтты дейді. Алла мұны өлгеннен кейін қалай тірілтеді екен деп ойланды жаңағы. Алла бұны өлтіргеннен кейін қалай тірілтеді екен деп Құран аятының мағынасын айтады. Және Құран аятының жалғасында айтады. Фааматахуллаху ми'ата ами сумма ба'асаху қала кам лабиста. Сөйтіп Алла тағала оны 100 жылға өлтірді дейді Ғузайр алейхиссалам. 100 жыл. Және сумма ба'асаху, сосын оны тірілтті дейді қайтадан. Және сұрады одан. Қала кам лабиста. Қанша жаттың деп сұрады дейді. Қанша ұйықтадың деп. Себебі ол ұйықтаған халінде сан тапсырған кезінде. Сол ұйықтап тұрдым деп ойлап тұр ол. Негізі 100 жыл Алла тағала өлтірген. Соны айтады. Кам лабистум. Сол кезде Ғузайр алейхиссалам мынаны былай деп айтқан дейді. Қала лабиста яуман ау ба'да яум. Мен күннің 1,5 жаттым деген. Бір күн немесе 1,5 күн жаттым деген. Түсіндіңдер ма? Негізі 100 жыл өткен. Және ар жағында айтады жалғасында аяттың Қала бәл лабиста ми'ати амин фанзур иля туамиха ва шарабика лам ятасанна. Олай емес, Алла тағала айтып жатыр. Олай емес, 100 жыл өліп жаттым дейді Ғузайр алейхиссаламға. Енді тамағыңа, сусыныңа қара дейді. Сөйтіп тамағына, сусынына қараса ол өзгермеген дейді. Лам ятасанна. 100 жыл болса да не істемей, тамағы, сусыны ешқандай бұзылып кетпеген. Енді ойлайды ғой, тамақ сусын бұзылмады, демек кеше ғана жаттым, бүгін тұрдым, бір күн ұйықтадым енді. Және жалғасында айтады. Ванзур иля химарика дейді. Қасында есегіне. Есегіне қара деп айтты дейді Алла тағала. Сөйтіп есегіне қараған кезде есегі тек қана сүйектері қалған дейді. Есеген шіріп кеткен. 100 жыл ғой, ойлап қара. Тек қана сүйегі қалған. Тамақ сусынына қараса бәрі қалпында бұзылмаған, ал есегіне қараса қураған сүйегі ғана қалған дейді әлгі есектің. Сол кезде Ғузайр алейхиссалам таң қалып, сол кезде Алла тағала былай деп айтты. Валинажалака آية للناس وانظر إلى العظام كيف
нуншизуха сумма наксуха лахман. Сені адамдарға белгі ету үшін осылай еттік, Алла Тағала. Сені адамдарға белгі қылу үшін осылай еттік, ал енді сүйектерге қара деп айтты. Әлгі есек. Сүйектерге қара, ванзур иля ли'изам, сүйектерге қара дейді. Кайфа нуншизуха, оны қайта құрастырамыз дейді. Оны қалай құрастыратындығымызды қара деген. Бұл Узайр алейхиссаламның көз алдында болып жатқан нәрсе. Құран аятында да Алла Тағала айтып отыр, оны қалай құрайтындығымызға қара дейді. Сонан соң оған ет қаптаймыз дейді. Құран аятында сумма наксуха лахман. Сосын әлгі сүйекке ет қаптаймыз. Сүйектерді біріктірді, сосын ет қаптады көз алдында. Сол кезде Узайр алейхиссалам фаламма табайяна лаху қала а'ламу анна Аллаха аля кулли шайин қадир. Осы нәрселер көз алдында сүйек бірікті, сыртын ет қаптады, сөйтіп Алла Тағала оны қайтадан жан бітірген, есектің қайтадан жанын қалпына келтірді, жан бітірді. Осы тірілгенін көрген кезде дейді, көзімен былай деп айтты дейді. Бұл жағдайларда оған анық көрсеткен Аллаға сөзсіз Аллахтың әр нәрсеге құдіреті шексіз деп. А'ламу анна Аллаха аля кулли шайин қадир. Алланың әрбір нәрсеге құдіреті шексіз жетеді, анық дейді. Сөйтіп Узайр алейхиссалам қайта тірілгенде ауылға жөнеледі. Әлгі ауыл тым жоқ еді ғой келген кезінде. Ол ауылға адамдар қоныстанған екен. Әжептәуір ауыл болған. Сөйтіп ауылға барады. Ауылға барған кезде адамдардан сұрайды, сендер Узайр дегенді, Узайр алейхиссалам деген Узайрды естіген бе деді. Иә, естігенбіз, ол 100 жыл бұрын із-түзсіз ғайып болған деп айтады адамдар. Сол кезде Узайр алейхиссалам сол ғайып болған адам менмін деп айтады, Узайр деген. Сол кезде адамдар әрине бұған сенбейді. 100 жыл жоғалып кеткен адам сол қалпында тұр. Сөйтіп олар сол ауылдың 100 жыл жасаған дейді. Бір кемпір алып келеді. Кемпірін сол ауылдың 100 жыл жасаған. Сөйтіп кемпір әлгі Узайр алейхиссаламды танығаннан кейін барып олар оған иланады, сенеді. Әлгі кемпір айтпағанда сенбейтін. Кемпір себебі бұрын көрді бұны, түсінікті ғой. Сөйтіп оған қалғандары иман келтіреді. Узайр алейхиссалам екеніне. Сөйтіп оларға Узайр алейхиссалам ұмыт болған әлгі Тауратты қайтадан жандандырып оларға үйретеді. Сөйтіп дағуатын жасайды. Узайр алейхиссаламды бұл қауым сондай қадірлеп құрметтейді. Бірақ қадірлеп құрметтегенде де мына сөздерімен шектен шығады бұлар тағы да. Израильдіктер. Тағы да не істейді? Шектен шығады. Ол қандай шектен шығу десе, олар Узайр алейхиссаламды қатты құрметтегені соншалықты Узайр алейхиссалам Алланың ұлы деп жіберген ғой. Түсіндіңдер ме? Алланың ұлы деп жіберген. Құранда Алла Тағала бұл жайлы Тәубе сүресінің 30-шы аятының мағынасында айтады: Яһудилер Узайр алейхиссаламды Аллахтың ұлы деді деген. Олар осы қате түсінікпен әлі күнге дейін бар. Білеміз, мысалға христиандар Исаны Алланың ұлы дейді деген секілді. Түсінікті ғой? Осындай қателесушілік бар. Бізде, альхамдулилля, Алла Тағала өзінің Құран-ы Кәрімде баян етіп қойған. Алла Тағалаға сансыз мадақ мақтаулар болсын, бізді осындай тура бағытқа салған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға сан санақты салауаттар болсын. Ахиру дауана анил хамдулиллахи роббил аламин, бирахматика я архамар рахим.